Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше ингредиенттерден тұратын жемістер мен көкөністердің ерекше үйлесімін тапқан, өте тез дайын болатын капризная женщина салатын дайындап көреміз. Бізге қажетті заттар ол колбаса немесе шұжық немесе тауықтың еті, ірімшік, алмұрт, алма, жұмыртқа және де қияр. Сонымен қатар жасыл бұршақ қажет болады. Алдымен барлық ингредиенттерді осындай соломка ретінде, яғни ұзынша етіп турап шығамыз. Жемістеріміздің қабығын аршып алып тураймыз. Барлығын турап болған соң араластыратын асымызға салып, жасыл бұршағымызды салып және дәміне қарай майонезімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай әп-сәтте біздің салатымыз дайын болды. Өте ерекше, жасалуына өте аз уақыт кетеді. Енді тарелкаға салып қонақтарымызға ұсына берсек болады. Рецепт бойынша бұл салатқа грек жаңғағын қосады. Менде ол болмағандықтан миндальды үккіштен өткізіп бетіне әсемдік ретінде қолдандым. Бұндай салатты сіз өміріңізде жеп көрмегендігіңізге сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте үйлесімді. Ішіндегі жемістердің дәмі көкөністермен өте керемет үйлесіп тұрады. Егер де рецепт сіздерге ұнаған болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер және де видеоға лайк басып, пікірлер қалдырып кетсеңіздер, маған өте үлкен қолдау болар еді. Каналымда дәмді рецепттер өте көп, қарап шықсаңыздар болады. Бірге 1000 оқырманға жетуіме көмектесіп жіберіңіздер. Баршаңызға рахмет, ас болсын.